Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Айман Құрбанбаева. Бүгінгі видеода жеке кәсіпкерлікті тіркеу туралы айтатын боламын. Жеке кәсіпкерлікті тіркеу екі түрде болады. Бірі онлайн, электрондық цифрлық қолтаңба арқылы. Екіншісі жергілікті салық органына барып, жеке куәлігімен өтініш арқылы, хабарландыру арқылы тіркеуге болады. Жеке кәсіпкерлікті онлайн қалай жүргіземіз? Ол үшін сізде міндетті түрде электрондық цифрлық қолтаңба болуы қажет. ЕГОВ порталында бизнесті тіркеу бөлімінде орналасқан дара кәсіпкер ретінде қызметті бастау туралы хабарлама мәзіріне кіріп, онлайн сұрау бастамасын басасыз. Одан соң сізге кәсіпкерлікті растайтын талон беріледі. Нәтижесінде сіз кәсіпкер аталасыз. Оңайлатылған тәртіппен жеке кәсібіңізді тоқтатқыңыз келсе, сіздің салық органда ешқандай қарызыңыз болмаса, 3 жұмыс күн ішінде толық тоқтатуыңызға болады. Камералдық бақылау қорытындысы негізінде қызметін тарату кезінде, егер жеке кәсіпкер қарызы бойынша тіркеуде тұрмаса, бірақ өзге де жекелеген қызметі түрін қолданса, орналасқан жері бойынша мемлекеттік кірістер органына салықтық өтініш, қызметін жекелеген түрлері бойынша тіркеуден шығу туралы өтініш және тарату есептілігін табыс етеді. Егер бақылау кассалық ақпараты болған жағдайда, оны тіркеуден шығарады. Камералдық бақылау 30 жұмыс күн көлемінде жүзеге асырылады. Қызметті таратудың үшінші түрі салықтық тексерістер жүргізу арқылы қарызы бойынша тіркеуде тұрған жеке кәсіпкерлер жабыла алады. Ол үшін салық төлеуші тіркеуде тұрған салық органына салықтық тексерістер жүргізу туралы өтініш, қарызын тіркеуден шығару туралы өтініш, тарату есептілігін тапсырады. Кассалық аппараты болған жағдайда оны тіркеуден шығарады. Сіздермен бөліскім келген ақпараттар осылардан тұратын. Хош, сау болыңыздар.